Спорттан тағы бір ақпар. Таеквондодан 2026 жылғы финалдық гран-при бәсекесі Астанада өтеді. Еліміз ұзақ уақыт үзілістен соң бұл олимпиадалық спорт түрінен ғаламдық жарысты қабылдау мүмкіндігіне ие болды. Бүгін дүниежүзілік таеквондо кеңесінде тиісті шешім шығарылды. Айта кетейік, Біріккен Араб Әмірліктерінің Фуджейра қаласында ертең кадеттер арасындағы әлем чемпионаты басталады. Онда еліміздің жасөспірімдер құрамасы да бақ сынайды. Осы чемпионат аясында ұйымдастырылған кеңесте қазақстандық делегация финалдық гран-при өткізу таныстырылды. Жасады. Қазақстандық таеквондо федерациясының мәліметінше, мұндай деңгейдегі жарысты қабылдауға бас аяғы 18 мемлекет үміткер болған. Тізімге Париж, Рим, Манчестер сынды қалаларда енген. Нәтижесінде таңдау Астанаға түсті. Халықаралық бірлестік өкілдері біздің елдің ұсынысын бір ауыздан қолдады. Яғни келер жылы таеквондо қорытындысы елордамызда белгілі болады. Оған жер жүзінің кіл мықты спортшылары қатысады. Әрі олимпиадаға лицензия таратылады. Бұл жарыстың маңызы өте зор. Өйткені 2014 жылдан бері Қазақстанда таеквондо спорты бойынша ешқандай бір үлкен жарыстар ұйымдастырылмаған. Бұл біздің спортшылар үшін үлкен мүмкіндік. Екі ересектер бойынша, екі әйел адамдар бойынша қосымша лицензиялар берілетін болады.